балалардың әлеуметтік және медициналық педагогикалық түзетуге ықпал ету заңдарында, Қазақстан Республикасындағы кемтарларды әлеуметтік қорғау туралы заңында, Қазақстан Республикасының Конституциясында белгіленген. Яғни инклюзивті білім беру бұл қолжетімділікке жетудің нағыз тиімді жолы. Әрбір білім алушының білім беру үдерісінде толық және кедергісіз қатысуына жағдай жасау бұл қолжетімді болып табылады. Инклюзивті білім берудің қолжетімділігінің бірнеше сатылары бар. Мысалға, бірінші физикалық қолжетімділікке тоқтайтын болсақ, ол ерекше білім беруді қажет ететін білім алушыларға оқу ғимараттарының барлығы өте қолайлы, ыңғайлы болу керек. Оған пандустар, лифтлер, кең есіктер, арнайы жабдықтармен жабдықталған болу керек. Келесі оқу әдістемелік қолжетімділікке тоқтайтын болсақ, барлық оқу материалдары, сабақтың жоспарлары және жазулар ірі қаріптермен жазылған болу керек, және аудио материалдар, бейне материалдар жеңілдетілген деңгейде болуы керек. Педагогикалық қолжетімділік бұл әрбір білім алушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, сараланған тапсырмалар беру керек. Яғни жеке оқу жоспарларын құру немесе қосымша қолдау көрсету маңызды болып табылады. Келесіде ақпараттық қолжетімділік бұл цифрлық платформаларды пайдалана отырып, мысалға жасанды интеллектінің өте жеңіл деңгейдегі тапсырмаларды пайдалана отырып, ерекше білім беруді қажет ететін білім алушыларды тапсырманы өз бетінше орындауға, дағдыландыруға шақыру болып табылады. Әлеуметтік психологиялық қолжетімділік бұл білім алушылар арасындағы теңдік пен қолжетімділікті құрметке негізделген орта қалыптастыруы тиіс. Инклюзивті білім берудің басты қағидаты бұл барлық үшін білім болып табылады. Инклюзивті оқытудың негізгі қағидаларына тоқтайтын болсақ, адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігі мен жеткен жетістіктерімен анықталады. Әрбір адам сезуге, ойлауға қабілетті. Әрбір адам қарым-қатынас жасауға құқылы. Барлық адам бір-біріне қажет. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады. Барлық адамдар құрбы құрдастардың қолдауы мен достығын қажет етеді. Әрбір оқушы, білім алушы үлкен жетістікке жету үшін өзінің мүмкіндігіне қарай орындай алатын әрекеттерін жасай алады. Теңдік бұл барлық білім алушыларға бірдей жағдай жасау емес, ол әрқайсысына қажетті қолдауды жасау болып табылады. Теңдік әділ білім берудің кепілі. Жалпы сапалы білім беру бұл білім алушының білімін, дағдысын, оның практикалық тұрғыда іс-әрекетін толық меңгеруі және оны өмірде қолдана білуі болып табылады. Инклюзивті білім беру бұл заманауи білім беру жүйесінің маңызды бөлшегі. Жалпы өздеріңіздің назарларыңызға ұсынылып отырған презентацияда біздің Смағұл Ысқақов атындағы құрылыс және бизнес колледжінің ерекше білім беруді қажет ететін білім алушыларға жасалған колледжіміздің техникалық базасы анық көрсетілген. Ол жерде қандай кабинеттер бар, ол жерде қандай мамандар жұмыс жасайды деген секілді. Біздің колледжімізде білім алушылары арнайы ПМПК деп жатамыз, педагогикалық кеңес, медициналық, психологиялық, медициналық, педагогикалық кеңестің арнайы мекеменің рұқсаты арқылы бізге білім алушылар оқуға қабылданады, және бізде қазір 600-ның үстінде білім алушылар оқып жатқан болса, оның 104-і бізде ерекше білім беруді қажет ететін білім алушылар болып табылады. Оның ішінде түрлі диагноздағы балалар бар, көбіне интеллектінің жеңіл деңгейдегі бұзылысы, немесе орта деңгейдегі бұзылысы, ДЦП, яғни тірек қимылының бұзылысы, аутизм балалар бар. Енді аутизм балалар көп емес, санаулы, есту қабілеті бұзылған балалар бар, және көру қабілеті бұзылған балалар бар. Осы аталған диагноздарға байланысты арнайы жұмыс жасайтын арнайы мамандар бар. Бізде педагог-психолог жұмыс жасайды, дефектолог, сурдопедагог, педагог-ассистент, яғни әр топта бір педагог-ассистенттен қарастырылған. Ерекше білім беруді қажет ететін балаларға түрлі жаттығулар жасау үшін, олардың бірыңғай сабаққа ғана дағдыландырмай, тынығу бөлмесі арнайы сенсорлық кабинетпен жабдықталған. Оның ішінде әрбір пайдаланатын заттардың өзіндік мағынасы бар. Мысалы, кресло-гамаш жайлылық пен қауіпсіздік ортаны сезіну үшін қамтамасыз етіледі. Ол білім алушының жүйке жүйесін тыныштандырады. Швед стенкасындағы жұмысты жүйелі түрде дұрыс ұйымдастыру арқылы білім алушының дене бітімін, қозғалысын реттеуге, төзімділігін арттыруға, бұлшықеттерді дамытуға, омыртқа корсетін дұрыс қалыптастыруға, яғни бұл ДЦП, тірек қимылы бұзылысы балалар үшін өте маңызды, қажетті құралмен жабдықталған деп айта аламыз. Түрлі түсті төсеніштер бұл жылжымалы гелмен толтырылған, бұл аяқ киіммен емес, мүмкіндігінше жай аяқпен тұрған кезде баланың тыныштандыру үшін, назарын
назарын шоғырландыру үшін мысалы бала ерекше білім беруді қажет ететін бала бізде көп жағдайда жаңағы ұзақ уақыт тыңдалымға немесе ұзақ уақыт тапсырманы бірыңғай орындай беруге жалығып кетеді, оның шыдамы да жетпейді. Себебі оның жаңағы белгілі диагноздарына байланысты ғой. Сол уақытта сенетін дегеніміз ғой сондай. Иә, біздің осылай жабдықталған арнайы кабинеттеріміз бар. Демалып отырып тапсырмаларды орындатасыздар. Сол қысқа нұсқа. Рахмет. Рахмет.